Баршаңызға сәлем, менің каналымның көрермендері, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге бұқтырылған қырыққабат деп аталатын өте оңай дайындалатын әрі дәмді тағамның рецептін ұсынамын. Ол үшін керек ингредиенттер: сары май және сұйық май, тартылған ет, пияз, сәбіз менде мұздатылған, тәтті бұрыш, сарымсақ, қырыққабат, қызанақ, қара бұрыш және тұз. Барлық көкөністерді 4 бұрыштап турап аламыз. Барлық көкөністерді алдын ала турап дайындаған дұрыс, өйткені бұл тағам өте қарапайым және тез дайындалады. Бұл рецептте мен мұздатылған бұрыштарды қолдандым, ал жібіту үшін алдымен жылы сумен шайып алдым. Қырыққабатты жолақтарға, яғни соломка қылып турап аламыз. Қызып тұрған қазанның бетіне сұйық май қойып, сары май саламыз. Тартылған ет жұмсақ болу үшін алдын ала пияз қуырып аламыз. Содан кейін бетіне тартылған етті саламыз. Және де тартылған ет тұздалған болса, барлық көкөністерді қуырғанша тұз салмайсыздар. Тартылған ет майсыз болғаннан кейін майды көбірек қолдандым. Тартылған еттің суы азайғаннан кейін барлық көкөністерді ретімен салдым.
Барлық көкөністерді салғаннан кейін бетін жауып жоғары отта 10 минут қуырамыз. Он минуттан кейін көрсеңіз 40 қабаттың беті басылады. Сол кезде араластырғанға өте ыңғайлы. Тағамды әзірлеудің жалпы уақыты шамамен 30 немесе 40 минут құрайды. Дайын болғанға дейін 15 минут бұрын ұнтақталған қара бұрыш қосамыз. Және дәміне қарай тұз, өйткені әр адамның талғамы әр түрлі. Сарымсақты осылайша майдағып турап аламыз. Дайын болғанға дейін бір 5-10 минут бұрын сарымсақты саламыз. Тағамға өте ерекше дәм береді. Және де қаласаңыз петрушка немесе укроп қоссаңыз болады. Бұл тағам дәмді тағамды ұнататындарға арналған, бірақ сонымен бірге ол ағзаға өте тез сіңеді. Өте жеңіл тағам. Мінекей, бұқтырылған 40 қабат тағамы дайын. Отбасыңызға ұсынып көріңіздер. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.